Осындай короткий бомбер трендовый кардиганға бізге керегі спицы номер 7 сороковка метровый и он моток пряжа. Номер 7 спицаға біз 125 петля аламыз. Біздің кардиганымыз осындай кішкене қалыңдау жіптен тоқылады. Бұл жіп Alize Мегафил деп аталады. Цвет кремовый цвет. Крем молочный. Номерін білмеймін, потому что бұл пряжаны мен баяғыда алғам. Этикеткасы жоқ. Енді жалғастырайық. Номер 7 спицаға біз 125 петля аламыз да резинка тоқимыз. Бірде бір резинкасын тоқимыз. Неге 125? Себебі бізде басы мен аяғы резинканың мынау сияқты. Мына жерде лицевоймен аяқталу керек, мына екеуі. Симметрично болу керек екеуі. Мына жерде лицевой, басында лицевойдан басталып, аяқ жағы лицевойдан аяқталу керек. Сол үшін біз тақ санды алдық. 125 петля қарапайым тәсілмен аламыз. Біз бірде бір резинканы тоқып болдық. Міне мен жаңа айтқан себебім 125 петля ал деп алыңыздар деген. Көрдіңіз бе, мына жерде лицевоймен аяқталады. Кромочныйдан алдында лицевой, кромочныйдан кейін лицевой. Біз мына кромочныйлардан планка алған кезде былай, сол кезде мына лицевой бізді әдемі болып жауып тұрады. Енді біз мында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ряд тоқыдық. Енді біз лицевой оң теріс, жаңағы обычный кулирная гладь дейді, соған көшеміз. Мынау біздің изнаночный сторонамыз. Кромочныйды шешіп аламыз да, ары қарай біз изнаночный, лицевой деп до конца тоқи береміз. Примерно проймаға дейін біздің, мен сізге қазір көрсетем, мына жерге дейін, жең басталатынға дейін тоқимыз. Примерно 30-35 сантиметр болса жеткілікті. Бұл бізде қысқаша киген кардиган болады. Қазіргі трендте. Сол себепті біз бұны қысқа қылып тоқимыз. Примерно 30-35 сантиметр. Мына изнаночный ряд, келесі ряд лицевой болады. Изнаночный, лицевой деп ары қарай кете береміз. Жаңағы біз самый простой кардиган деп жатырмыз. Соны тоқып бастадық. Қазір схемаға бір көз жүгіртіп кетейік. Мына жерде схема, біз жаңа номер 7 спицаға 125 петля алып алдық та, бірде бір резинкамен тоқыдық. Менде мынау полностью несі 7 ряд болды. 7 ряд тоқып болғаннан кейін біз жаңағы обычный оң теріс кулирная гладь дейді, соған көшеміз. Соған көшеміз де примерно мына проймаға дейін 30-35 сантиметр тоқып алу қажет. Содан кейін біз на полотноны, на кардиганның полностью полотносы, туловище кардигана дейді. Кардиганды содан кейін біз 3-ке бөлеміз. Негізі 2-ге бөлеміз. Бізде мына 125 петля. 125-ті 2-ке бөлген кезде 64-тен болды. 64, біреусі 64, біреусі 65 болды. Себебі бізде 125 қой. Содан спинкаға мен 65 петля қойдым да, алды жағына 64-ті 2-ге бөліп 32 петлямен бөлдім. 32 петляға бөлдім. Енді бізге әр мына алдыңғы жақты алдын бөлек тоқимыз.
Содан кейін спинканы бөлек тоқимыз. Содан кейін оң жағын, сол жағын бөлек тоқимыз. Мына жерде пройма басталған кезде біз алдынан уже убавка жасап бастаймыз. Убавка, мына V-образный горловина шығу үшін біз убавка жасап отырамыз. Примерно мына пунктирный сызық сияқты каждый 4-ші рядтан, мына жерде уже все бастаймыз, мына жерден қайттан бастаймыз. Міне бастадық, убавка жасадық, мына жерге дейін келдік, мына 32 петляны тоқыдық, қайтадан кері айналамыз да, мына жерде уже убавка жасамаймыз, қайтадан тоқимыз, уже 31 петля. Изнаночный рядтан қайтып 31-ге келген кезде, сол кезде уже убавка жасаймыз. То есть каждый 4-ші рядта уже убавка жасап отырамыз. Мысалға, мынау 5-ші ряд болады, содан кейін 9-ші ряд, 13-ші ряд, 17-ші ряд деп кете береді. Сол кезде мына жеріміз, мына иығымыз біздің қысқарады да, горловина, V-образный горловинамыз шығады. Содан кейін мына жер тоқ болғаннан кейін спинканы тоқимыз. Спинка бізде 65 петля. Ешқандай убавка, прибавка жасамай, прямой, мында қанша ряд шықты, сонша ряд спинканы тоқимыз. И тура солай симметрично сол жағын тоқимыз. Точно солай, тура солай сияқты убавканы да сол рядтарда, жаңағы 9-ші, 13-ші, 17-ші рядтарда убавка жасаймыз да, тура солай жаңағы горловинасын шығарамыз. Бірақ имейте в виду, мына петляларыңыз сіздің жабық болмайды, ашып тұрады. Мысалы, мынаны тоқып болғаннан кейін мына жерді біз жаппаймыз, ашық күйінде қалдырамыз. Дополнительный спицаға, не болмаса контрастный жіпке кигізіп бекітіп қоясыз да. Мысалы, мені шешіп қойдыңыз да, енді ары қарай спинкасын тоқисыз. Солай 3 бөліп тоқып аламыз. Міне біз 30 сантиметрдей тоқыдық, жаңағы схемамызға қарағанда. Енді біз проймаға дейін 32 петля тоқимыз да. Тоқымас бұрын біз бірінші убавка жасаймыз. Убавка жасадың артында біз кромочный шешіп аламыз. Алдыңғы петля ешқашан тоқылмайды. Бұл кромочный болады. Бұны шешіп алып, ал ең аяғындағы кромочный петляны изнаночный тоқимыз. Енді мына бірінші петляны шешіп аламыз да, мына петлямызды біріншісінен убавка жасаймыз. Убавление. Екеуін бірге тоқимыз. Енді санаймыз 1, 2, 3. Мысалы, мына екеуін қосқанда 3 болды ғой, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Мынау біздің передняя часть. Алдыңғы жағымыз. 32 петлямыз тоқып алдық та, енді бізге ары қарай ауысамыз. Изнаночный ряд тоқимыз. Бұл біздің алдыңғы жақ, мен жаңа айтып кеткендей. Бірінші кромочный, мына уже кромочный болады, мынаны шешіп аламыз. И изнаночный рядты өстіп до конца тоқимыз. Соңғы петля, жаңағы убавка жасаған петлямыз, мына кромочный. Енді мынау бізде 3-ші ряд болады. 3-ші рядты убавка жасамаймыз. Жай бір тоқып шығамыз бәрін. Міне қазір бұлай тоқимыз. 3-ші ряд кері айналып 4-ші ряд болады. 5-ші рядта 2-ші убавка жасаймыз. Мына 4-ші рядтың соңғы петлялары енді бізде 5-ші ряд. 5-ші рядта біз 2-ші убавка жасаймыз. Кромочный шешіп аламыз да, 2 петляны бірге тоқимыз. Ары қарай 5-ші ряд тоқимыз. Изнаночный ряд 6-ші болады. Лицевой 7-ші ряд убавка жасамаймыз. 8-ші рядта изнаночный ряд, 9-ші рядта убавка жасаймыз. Осылай біз убавка жасап отырамыз. Примерно бізге мына пройманың ұзындығы примерно 25 сантиметр болса жеткілікті болады. 22-25 сантиметр аралығында болуы тиіс.